Кайырлуу күн достор. Бүгүн YouTube каналымызда Toyota Alphard автомобилине шоу жасайтын боламыз. Қалықтап жүремін бүкіл жерді айнала. Дубай, Мәскеу, Лондон, Париж, Астанама қайғала. Айғада жетем әлі салмабай балаң. Ұйқы қашып отырмын мен таң атқанша қайталап. Қалықтап жүремін бүкіл жерді айнала. Дубай, Мәскеу, Лондон, Париж, Астанама. Достор, Toyota Alphard'ımız Япониядан Грузияга келген бұл. Грузиядан потом Арменияга келген. Біздің қазақстандықтар Арменияға барып Қазақстанға келген, короче. Сөйтіп сондай машина бұл. Қанша ел көрген, жер көрген машиналар болғашы, короче. Мықты. Бұны айтатын болсақ, жақсы жүрісі жақсы, старик сияқты. Трассада 160-180 машина ұстайды. Бұл асты пәс болмаса атак. Зор машина ғой. Алуға кеңес беремін сіздерге ше. Арты сәл биіктеу болғанымен адам отырады, артынан 8 адам отырса, тура алдымен бірдей болады ғой. Дизайны барлығы ше. Бұның коробкасы 4 сатылы келеді, және моторы 159 аттың күшін береді. 2002 жылдан бастап Японияда 2005 жылға дейін шығарылған көлік. Моторы Toyota Camry 35-40-тарда кездесетін болады, кездеседі. То есть 2-4 коробкалары разный болады, әртүрлі. Бұның коробкасына келетін болса, коробкасы 4 сатылы, бұның автоматты түрде және вариантты түрдегі 2 коробкасы болады. Біздегісі автоматты түрде бүгін Alphard'та соны сіздерге таныстырып. Бұл Alphard'ымыз минус дейміз ба, или минус емес дейміз ба, өздеріңіз шешіп аласыздар. Менікі айту, сіздерге жеткізу. Бүгін оның бамперлері, яғни юбкалар дейміз, қазақша сәл төмендеу. Қотыр жолдарда таулы аймақта асып түю мүмкін. Размері 17-лік. Және бұны артына келетін болсақ, арт бамперлері биіктеу келеді. Алдына қарағанда алды және ортаңғы бөліктері әсте болады. Достар, бұл полный комплектация. Енді ашыла береді. L дегеніміз Levi, R дегеніміз правый жақта ашатын болады. Ол G стандартына келеді. Полный комплектация. Темнота накрывает забвением. Я в тумане, где кобра черная мне играет на флейте. Достар, бұл мұны көріп отырсаңыздар, оң жаққа ыңғайлаған автокөлік. Негізінен оң жақта болған, мұна коробка автоматы да оң жақта тұрған, сиденьялар да бәрі оң жаққа қарай япондар шығарған кезде осылай шығарған. Оны грузияндар алып, сол жаққа өткізіп, өздеріне ыңғайлы қылып жасаған. Медиасы ауыспаған, өзінің оригинал. Бұның телефон қоятын жерлер ыңғайлы, өте көп. Мына айдап келіп жатқан жағдайда бұлай қойып, алаңсыз отыра бересіздер. Және де су ішіп арналған, осылай қоя бересіздер. Жақсы. Және де мұнда көптеген кармашкалар бар, заттар қоятын, тағы басқа аяқтан документ сақ қойғанға ыңғайлы түрде, және қол тіреуіштері кең отырасын. Машина панельдері өте сапалы, жақсы, күнге қызып иіс шығармайды сіздерге. Және бұның тағы айта кететін жайт, пробегі 139.000 жүрген. Япониядан Грузияға, Грузиядан Арменияға, Армениядан бізге Қазақстанға келген автокөлік. Достар, полный 4 электропакетті
терезелер ашатын қондырғы, ішінен қолтайтын батырмалар және екі есікті ашып жабатын қондырғылар орнатылған, және де фаралары, поворотництары оң жақтан, әдетте сол жақтан болу керек. Бұл Альфардта оң жақта рульдері ыңғайлы бұрғанға, және маяқта рульде кетіп алып басқаратын құрылғылар, дауыстарын шығаратын мультимедияларын ауыстыратын полный комплектация, және де бұлай ыңғайлы қол созғанға да конверт қосатын батырмалар және жылықтықты қосатын батырмалар бар. Бұның люктерін сіздерге көрсетіп кетейін. Жолда жүріп келе жатқан кезде өте ыңғайлы, сізге кедергі келтірмейді. Осылай ашып батырманы басып жоғары көтерсеңіз жел ұшып тұрады. Және де артқысында, бұл электронды артқысы, зажиганияны қосып көрсетейін. Батырманы басып, айдап жатқан жағдайда батырманы басып осылай ашылады. Келгесі барынша қатты ашылады. Жел бәрі кіріп тұрады. Және бір батырмасын басып басаңыз болғаны жабылады. Осылай жауып ашыруға ыңғайлы. Осылай жабасыз. Әйде шамдар, жарық шамдар, енді көзілдіріп қоятын кармашка, айна артқы көрініс. Көрініс көрсетеді, мені бұрылғанда, және де алға сағанда, алдыңғы жағында да екі камера бар, жан-жағын түсіретін. Осылай бұрылғанда, алдында кедергі өнесе болатын жағдайда. Комплектация, полный комплектация, ыңғайлы отыруға жағдай жасалған японский G стандартына келеді. Орындықтар жатады, және 8 орындықты. Бұлай жатқызып, артынан отырып отырсаңыздар да болады, және болған көптеген заттар артсаңыздар болады. Аяқта кең. Орындықтар алькантарадан жасалған, сапасы. Бұның ремендеріне келетін болсақ, өте қызық. Біздегі оң жақтан, жоғарыдан алатын болсақ, бұдан жанынан олай ыңғайлы, және кеудеңізді қыспайды. Жанынан аласыздар, потом бұлай қыспайсыздар, ыңғайлы. Оң жақтан алып бұлай жүрмейсіздер. Бұның артқы багажіне келетін болсақ, бұның батырманы іздеудің қажет жоқ. Қолдарыңызды бір қойсаңыздар, бастаңыздар ашылып көтермейсіздер. Осылай ашылады. Бұның артында 6 орындықтық сыйымдылығы. Оны заттар если сіздерде көп болатын болса, астында батырма бар. Осыны бұлай алға кең отыратын болса, осылай жылжытып жылжытуға болады. Және де орындықтар жанға қарай, алға жанға қарай жатады. Егер осы нәрсе ататын болсаңыздар, қолайлы, Қазақстан азаматтарына жақсы. Ары бері жүргенге, заттар тасығанға, тағы басқа тұрмыстық жағдайға қатысты заттар алып жүргенге ыңғайлы жасалған, бізге арналғандай. Шықтық, жүрісін Альфардтың көру үшін, сіздер үшін газда бассақ тартысы жақсы. Бір орында жұлып тұр. Бұның сыртқы ішінде мотор дауысы шығады, әрине. Бұндай панелдің арасына жасалмаған. Сондықтан газды басқанда дауысы аңырап шығады. Сол минусы. Атак жүрісі жақсы, отырып ыңғайлы, қатты жүреді режимде. Жеңіл, ыңғайлы, еш қиналмастан өзінің формасын сақтап, ішінде отырған адамға әсер тигізбей жүреді Альфардымыз. 470
сыяктуу жүрөдү. Бул да одан артык түспесе кем эмес. Мына өздөрүңүз байкап аткандай жүрсө жакшы. Видеомуздун соңунда каналга тиркелип, лайк басып, комментарий жазып, колдоп кетиңиздер. Казакча контентте эгерде кемчиликтерим болсо, дурус сөйлөмөгөн болсам, onu da айтып, миниздегенче колдоп, көтөрүп жибериңиздер. Сау болуңуздар. She like it 'cause you such a fucking hoe.